Блинкен Қазақстанға келіп қайтты. Неге келді? Қазақстан мен ақш-тың қатынасы қалай болмақ? Америка С5+1 деген, Орта Азиядағы 5 ел және Америка деген, осы 5 ел мен Американың қатынасы туралы, Американың сыртқы саясатында қандай бір бізге пайдалы жағымды өзгеріс болуы мүмкін? Ал Блинкеннің осы жолғы сапарынан не түйеміз? Біз қазір осы туралы ойымызды таратып айтамыз, сосын ары қарай Орыс-Украин соғысы туралы қысқа нұсқа ақпарат жеткіземіз. Естіп көріп біліп отырсаңыздар, бөлісіп, таратып, комментарий жазып, каналымызға кіріп келіп, WhatsApp-тарға, Facebook, Instagram барлығына таратып жіберіңіздер. Бірінші, Блинкен келмей тұрып, біз Қазақстанға оның келетіндігі туралы дабыл қағып қойдық, баратындығы туралы анығында. Ал осы Блинкен неге Қазақстанға тұтқиылдан келді? Бұл жерде бұның барлығы Путинге және Қытайға көрсеткен сес. Ол бас ауырып Тоқаевты иіскейін деп келген жоқ. Немесе Тоқаевтан ақылы азайып кетіп, Тоқаевтан бір кеңес алайын деп келген жоқ. Тоқаевта оған айтар кеңес те, ақыл да жоқ. Ендеше Құдай ұрған өңкей қылмыскерлер мен бандиттер жиналған, дара билеуші қанішерлер билеп отырған Орта Азияның қалың сорлысына Блинкен келіп, алыстан атартып, жететіндей, күліп отырып сөйлесіп, қошаметпен кеп, қошаметпен қайтатындай не сыр бар? Ендеше бұның бірден бір сыры мынау. Бірі, Блинкен бұл жолы мынау соғыстың қанішері Путинге сес көрсетті. Орталық Азияны жұрттың бәрі біледі, Ресейдің артқы ауласы деп. Ол онсыз да Ресейдің артқы ауласы. Әсіресе Қазақстандағы қанды қаңтар көтерілісінен кейін Орталық Азияны жұрттың барлығы Ресейдің артқы ауласы деп біледі. Енді осындай кезде Қазақстанды өзінің бірден бір сырттан тиым салынған тауарларды бейресми түрде, құпия түрде қабылдайтын порты, кедені, жалғыз терезесі, жалғыз көзі қылған Ресей өтіріктен Қазақстанды батыстың алдында бейне Ресейден тәуелсіз бір ел сияқты сомдауға мүдделі болды. Сөйтіп Тоқаев екеуі әртістік жасады. Сөйтіп қожасы Путин «Come baby» дегенде арсалаңдап, маймаңдап, былқылдап, сылқылдап Тоқаевтың шауып баратыны, Ресей жерінде болған саяси жиналыстарға бірінші боп баратыны содан белгілі. Сосын ол жерде өтіріктен шоу көрсетіп, аяқ астынан Путиннің алдында бетің жүзің демей Луганск мен Донецкіні мойындамаймын деп, батыстың алдында сөйтіп бейне Қазақстан Ресейден тәуелсіз ел сияқты жалған бейне жасады. Оны Америка білмей отыр ма? Біліп отыр. Америка біліп отыр. Американың білмейтіні 6 қат аспанның ар жағында, 7 қат жердің түбінде. Олар оның бәрін біліп отыр. Оның қанша лобби жұмыс істеп отыр, қанша саяси сарапшысы жұмыс істеп отыр. Қазақшаны мына менен артық білмесе кем білмейтін қаншама барлаушысы, ақылшысы отыр. Ендеше Қазақстанды Америка біліп отыр, көріп отыр. Ал Тоқайдың жаны Путиннің қолында. Тоқайдың жанын Путин сақтап қалды. Болмаса қаңтарда Тоқай баяғыда тоңқалаңасар еді. Енді Блинкен бұл жолы Тоқайға келген жоқ. Ол Путинге келіп отыр. Біз сенің қаласақ бүйіріңнен президентімізге дейін келіп, Украинде, Киевте болады. Біз қаласақ сенің артқы аулаңнан міне саған сес көрсетеміз деп тұр. Бұл Американың Путиннің оң жақ бүйірінен көрсеткен жұдырығы. Бұл орыс элитасына, орыс шовинистеріне, орыс импершілдеріне көрсетілген, былайша айтқанда, белгі. Бұл бір. Екіншісі, дәл қазір Қытай мен ақш ортасында осы Орыс-Украин соғысына қатысты сұрапыл сұмдық дипломатиялық
және кәдімгі ырғасу басталды. Ол жай дипломаттардың осы сөз мінберінде отырып алып бірін-бірі ірегені, білегенімен бірден белгілі болса, екіншісі Америка енді Қытайдың жанды жері Тайваньға әскерін көбейткелі жатыр. Тайваньдағы Американың әскери тәрбиелеуші мамандарының өзі 200-ден асатын болды. Ал Тайвань тарап 1500 адам жіберді отыр. Және бір. Енді осы жуырда ғана Тайваньның қорғаныс министрлігінің адамдары, делегаттары Вашингтонда ресми жиналыста болды. Бұл бұғанға дейін Чан Кайшидің, яғни Тайваньда мемлекет қылған Чан Кайшидің билігін аударған Ли Дунхуйдың анау Каннайр университетіне келіп профессор ретінде лекция сөйлейді. Неге? Ол Тайваньның басшысы ретінде Америкаға келе алмайды. Себебі Америка Біріккен ұлттар ұйымынан Тайваньды қуып шығып, Қытай Халық Республикасын кіргізіп қойған. Яғни Қытай Республикасын қуып шығып, Қытай Халық Республикасын кіргізіп қойған. Енді Америка Қытай Республикасының басшысы Ли Дунхуйды Америкада саяси тұлға ретінде қабылдай алмай, оны тек университетте лекция сөйлеген, саяси лекция сөйлеуші ретінде ғана қабылдады. Ал одан кейін де Тайваньның басшысы болған Гоминданның басшысы Ма Йing-чжу, ол Америкадан транзит болып ұшағы басқа бір елге өтетін болып, Америкаға келген болып келді. Бұның барлығы ол кімді алдағансып отыр? Ол Америка мен Қытай Халық Республикасы ортасында Тайваньмен дипломатиялық қатынас, ресми қатынас орнатуға болмайды деген келісім шарт бойынша. Ал енді бұғанға дейін ел астанасы Вашингтонда Тайваньның қорғаныс министрлігінің адамдарының ресми кездесуде болуы Қытайдың жарасына тұз селуі. Және бір, Вьетнам өз территориям дейтін, Қытай өз территориям дейтін. Қытайдың ең оңтүстігіндегі жартасты аралдарда, кәдімгі жартас арал, ол жартасты аралдардың көлемі бір қазақша айтқанда бір 200 үйдің көлемінде ғана. Анау 6 қанат ақ үйдің орнымен есептен 200 үйдің. Сондай жартасты аралдар. Қытайлар өз жерге қазір оны кеңітіп, оның айналасына темір құрсаулар соғып, темір діңгектер тұрғызып, ананы кәдімгідей ұшақ қонатын әуежай жасап болды. Әскери база орнатып қойды. Енді сол кеңістікті Вьетнам өзінікі дейді, Қытай әскери база орнатып өзінікі дейді. Енді ол кеңістікті Қытай, Америка мойындамай, бұл кәдімгі халықаралық ортақ әуе кеңістігі деп, тура сол Қытай өз территориясы деп жариялаған теңіздің үстінде Американың әскери ұшағы мен Қытайдың әскери ұшағының арасы не бары 100 метрдің айналасында ғана қалған. Не бар 100 метр. Білесіздер, 100 метр қалу деген кәдімгі жерде жүрген екі көліктің бейне ол арасы жаңағы 1 сантиметр қалып, екі көлік бірмен бірі жаңағы қатарласып, жылдамдығын 150-200-ден асырып, екі көліктің бір-біріне жандап ұшқанда арасы 1 сантиметр қалса, қандай қауіпті? 1 сантиметр. Жылдамдығы 150-200 бенен екі көлік қатарынан жүрсе, арасын 1 сантиметр қойып қойып. Тура сол сияқты. Себебі бұл ұшақтардың жылдамдығы өте жоғары. Кез келген уақытта соғылып, кез келген уақытта кету мүмкін. Ең соңында Америка тарап, Қытайдың мына құйтырқылығынан Америка тарап шегінуге мәжбүр болды. Ал бұндай сұмдықтар қазір дипломатиялық сахнада. Қазір CNN-нің жоғары дәрежелі дипломатиялық саяси сарапшысы Қытайдың Ресейге әскери көмек беріп жатқандығын ашық айтады. Ал CIA, Американың интеллигенттері, яғни ақылмандар орталығы, Американың бүкіл саяси ақылмандарының орталығы CIA-дің өзі барлау қызметі бойынша, олардың өзі Қытай, Ресей жақ, бірақ дәл қазірге мынау тіке жойғыш қаруларды беру жағынан тіке белгілер көріп отырған жоқпыз деп отыр. Ал Ақ үйдің саяси сарапшысы Қытай егер Ресейге жойғыш әскери қарулар берсе, оның арты үлкен мәселеге апарады деп Қытайға қатаң ескерту жариялап. Ал бұндай ескертулер бұдан бұрын сыпайы, сылық,
жұмсақ айтылған болса, енді қазір тура бірінің көзіне бір шұқитындай айтып отыр. Ал Қытай тарап біз Ресейге ондай көмек бермейміз деп ақталып жатыр. Ал Қытай бердім қайтесің деп айта алмай отырғаны, Қытайдың өзі қазір Американың экономикалық санкциясынан қорқып отыр. Сондықтан ол Ресейді мың жерінен қолдайын десе де, тек бейресми жолда қолдап отыр. Ал Американың өзі Қытайды ушықтырып алмауға мүдделі. Қытайды түртпектеп жүріп, соғысқа кіргізіп алудан қорқады. Мүмкіндігінше Ресейді ауашалағысы келеді. Осы кеше ғана Қытайдың 6 үлкен компаниясына Америка тағы санкция салды. Ал Қытай тарап байбалам салып, бұны Американың заңсыздығы деп жатыр. Енді қараңыз. Осындай сәтте Қытай мен Ресейдің ортасындағы маңызды ел Қазақстанға Блинкеннің келуі, мына жақтан Қытайға көрсеткен сес, мына жақтан Ресейге, басы Путин, аяғы Путинді жақтайтын және жақтамайтын Ресейдің ішкі саяси элитасына көрсеткен сес. Біз қаласақ сендерді оңыңнан да, солыңнан да, алдыңнан да, артыңнан да, бүйірден де, бәрінен де соққылаймыз деген сес. Ал бұл және маңыздысы, Қасым-Жомарт Тоқаевтың Ресейдің ит екенін, Путиндің ит екендігін біле отыра, оған да ескертіп отыр. Түйені жел ұшырса, ешкіні аспаннан көресің деген. Сен байқап маймаңдасаң маймаңда, бірақ абайла деп Қасым-Жомарттың көзіне шұқып кетіп отыр. Бұл жердегі көп әңгіме осымен түсінікті болды. Американың өзі Қытайға қолданған саясатын қазаққа да қолданады. Қаңтарда қазақ көтерілгенде тоңқай шауып барып Путиннің табанын жалады. Сөйтіп жанын сақтап қалды. Кезінде Әндижанда өзбек пен ұйғыр қосылып көтерілген кезде өзбектің қанішері Каримов сол өзінің Әндижандағы бұқарасын қынадай қырып салды. Оғанға дейін өзбек Америкамен одақ болатын. Орта Азиядағы Американың бірден бір одақтасы өзбек еді. Ал Әндижанда өз халқын қынадай қырғаннан кейін Америка өзбекті сынады. Сен диктаторлық істедің, сен қанішерлік істедің, халықтың ереуіл өткізуге құқы бар еді деді. Сол кезде Американың көзқарасына келіспеген. Енді себебі Америка сынағаннан кейін енді Каримов, мен енді Америка ұнамай қалдым, тағымды сақтауым қиын. Ертең бұлар мені бір Аппасиян билікке әкеп мені соттайды екен деді. Ұшқаннан ұшып отырып, түнімен ұшып Мәскеуге барып, Путиннің аяғын жалап отырып, ең соңында сол Америкадан бет бұрып, Путиннің басыбайлы иті болып шықты. Қазіргі Мирзаев деген диктатор сартта, ол Путиннің да иті, Ши Цзиньпиннің да иті. Ол алаяқ сарт, Ши Цзиньпиннен де ақша алып, мынау өзбек Каримов диктатордың кезінде Қытайға $1 қарыз емес еді. Мына Мирзаев сарттың кезінде қазір Қытайға қарыз болып бітті, және Путиннің басыбайлы иті болып отыр. Ал енді көп адам ойлайды, сол Өзбекстанның Әндижан қырғынынан кейін Америкадан бет бұрған өзбек Ресейдің құшағына өзін атқаны сияқты, Қанішер Тоқаев та мынау нейтралдық, өзінің формалды түрдегі нейтралдық жолынан ашық бет бұрып, Лукашенко ұқсап ашықтан ашық Путинжан деп кетпесін деп, Блинкеннің Қазақстанға келіп инвестиция анау-мынау ақ-көк деп қайтқаны, ауашада Тоқаевтың көзіне шұқып қайтқаны міне осыдан. Ал қалың елім қазағым, бір нәрсе екі бастан бәрімізге анық болсын. Блинкен де, Байден шал да еш жерге жәннат орнатпайды. Демократияны орнату ол өзіміздің міндетіміз. Тағы бір нәрсені айтам. Айғайлап жүрген Аппасиядағы санаулы аз қазақ ол міндетті емес. Біз Құдайдан уақи түсіп, немесе туылған кезде қолымызға міндет алып, Қазақстанда Аппасия болып, бөккөл қиындықты өзіміз көріп, аш жалаңаш жүріп, ішер асқа, киер киімге басымызды қатырмай, бала-шағаға басымызды қатырмай, тек осы ұлт үшін күрессін деп, ешқайсымызға Құдай тапсырма берген жоқ. Кез келген уақытта халық оянбаса, қазақ оянбаса, айналайын қалың елім қазағым, сау болыңдар. Қара тұяқтан қал кеткенше күрестік, енді қалғанын өздеріңе тапсырдық деп кетуге біздің моральдық те қақымыз бар. Ешкім кінәламайды. Біз
форма киіп, қолымызға қару алып, ант су ішіп, отан қорғаймыз деген сияқты, армия сияқты жұмысқа кіріскен жоқпыз. Иә, күрестік, жанталастық, халықты ояттық, біраз нәтижеге де жеттік. Осы жолда жұрт алдында, халық алдында, тарих алдында, күллі адамзат алдында біздің арымыз таза. Тау келсе сүздік, тас келсе шайнадық. Ұстаған жерде қолымыз, тістеген жерде тізіміз, басқан жерде ізіміз қалды. Осы жолда азапты да көрдік, сотталдық, істі болдық, әлі мойнымызда қылмыстық іс ілулі тұр. Осы жолда дос болмайтынмен дос болдық, жау болмайтынмен жау болдық. Міне, осы жолда біз қазақтың мүддесі деп бәрімен алыстық. Қазақтың табанына кірген шөгір маңдайыма кірсін дедік. Ендігі күрес сіздерден. Аман сау болыңыздар. Құрметпен Серікжан Біләшұлы.